Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының Мальвин дүкені қызметкері Темірбай Гүлназ боламын. Бүгінгі менің сіздерге ұсынатын кітабым Гарри Чапманның «Махаббаттың 5 тілі» есімді кітабы. Ол кісінің 20-ға тарта жуық кітаптары бар, бірақ көрермендер бойынша ең үздік деп танылғаны осы кітап. Жалпы маған мұқабадағы сөздер қатты ұнады. Бір көрермен былай деп жазып кеткен екен: менің ойымша, бұл кітапты неке куәлігінің орнына беру қажет. Бұл кітап отбасылық өмірдің құпиясын ашатын кілт іспетті деп. Мен осы кісінің сөзімен толықтай келісемін. Жалпы айтып кетер болсақ, махаббаттың 5 тілі бар екен. Оның біріншісі жұбынды қолдау, қолпаштау. Яғни кейбір адамдар сөздермен біреуге көмектесіп, сөз айту арқылы оларды жаңа істерге қуаттандырып отырады. Қолғанат болады деп айта аламын. Екінші тілі ол уақытты мазмұнды өткізу. Яғни кейбір адамдар өзінің жұбымен жай ғана уақыт өткізудің өзі оларды махаббат тілі болып табылады екен. Яғни бірге бір жерге бару, дүкен аралау, жағажайда серуендеу. Бұл екінші тілі болып табылады екен. Ал үшінші тілі ол адамдардың көбінде бар деп ойлаймын. Сый-сияпат жасау. Мысалы, көбісі дұрыс сөйлей алмайды, немесе уақыт таба алмайды, бірақ сый жасағанды жақсы көреді. Менің махаббат тілім осы деп айта аламын. Махаббаттың төртінші тілі қызмет ету. Мен бұны былай түсіндім: көбінесе қызмет етіп, яғни көмектесу. Оның өміріндегі бір қиын жағдай болса, шешіп беру, қызмет көрсету деп айта аламыз. Бесінші тілі жанасу, яғни бұл тактильность деп айта аламыз. Көп адамдар біреуді жақсы көрсе, оны үнемі құшақтап, сүйіп, немесе жай ғана қолына ұстап отырғысы келеді. Негізі жалпылар болатын болсақ, осы 5 тілдің барлығы бір адамда болса, өте керемет болар еді деп ойлаймын. Ол кезде отбасы да берік болар еді, адам да адамды жақсы түсінер еді деймін. Бұл кітап жаңа ғана жұп болып жүрген адамдарға керек деп ойлаймын. Жалпы оқыса жақсы болар еді. Немесе тұрмыс құруға, немесе үйленуге ой болып жүрген адамдарға оқуға кеңес берер едім. Өте жақсы кітап. Бәріне рахмет. Сау болыңыздар.